Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі әдебиет сабағына көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Қалай болатын болса, біздер үйге берген тапсырмадан жаңағы тексеріп сұрайық, үйге берген тапсырма. Ол үшін тақтаға қарай қойып сұрақтарға жауап берейік. Үй тапсырмасы бойынша. Біздер қандай тақырып өтіп жатыр еді? Яғни төлеген шыңғыс айтмақты алғашқы ұстаз повесі. Сұраққа жауап бере қояйық. Үйге берген тапсырма. Айшагүл, Сайғұл, Айдағұл. Дүйсенге басқа ауылдарда неге тісін батыра алмады? Я, біздер бұны өткен сұрақтардан бері оқыша істеп жатырмыз. Оқып жатырмыз. Я, Дүйсенге басқа ауылдарда неге тісін батыра алмады? Себебі дейтін халық дейтін ол нағызберді мұғалім болып келген, оның қағазын біріншасында көрсетпеді, бұл байғаны көрді. Содан кейін сосын халық дейтін балаларын бермейміз оқуға, оған Дүйсенге бәрі күліп мазақ қылды. Сосын ол Дүйсеннің еңсесін түсіріп, ол дейтін несінің қағазын, қолынан қағазын көрсетеді. отырамын. Алтынайдың өз ойын алғаш рет батыл жирату оның болашағына қалай әсер етті? Оқушылар қалай әсер етті Алтынайдың өз ойын? Алғаш рет. Жансая, өз ойын алғаш рет. Я? Дүйсен мұғалімге бар. Білім алғаны, болашаққа өзінің пайдасын тигізді. Отырамын. Келесі. Алтынайды зеректелер не деп айтып отыр шындыршы? Ақтылығына. Алтынайға айтсам болды. Дүйсен мұғалім Алтынайға сен өзі ақылды бала екенсің деп не үшін айтты? Дұрыс айтасыздар. Жаңағы осы жерде жаңағы Дүйсен мұғалім жаңағы Алтынайды несімен қандай зеректігін, ақылдылығын байқады. Міне оқушылар. Бұл жаңағы сен үйге берген тапсырма еді. Бүгінгі жаңа сабағымыз тауқыметті. Енді бізге бұл повестегі кейіпкер Дүйсен мұғалімнен біз алдыңғы сағаттардан бері жаңағы білеміз, иә? Яғни енді Дүйсеннің бейнесіне өтіп қалатын болса, Дүйсен жақсы емес болатынға, әскер қатарынан келген, кездескен сыйшылықтарға мойымай, өзінің жаңағы осы коммунистік партиясының басылмасымен ауыл балаларын сауын ашуға келген жаңағы ұстаз мұғалім еді. Оның басына өткен тартыс оқиғалы шәкірттердің болашағынан үміт күткен мұғалімнің қайтпас қарсылығын танытады. Яғни оқушылар бұл жерде жаңа ат қораны, біздер алдыңғы сағат айтты, яғни ат қораны не жасады? Мектеп жасады деп. Міне, осы жерде біздер жаңа Дүйсеннің бейнесін, яғни өте жаңа толықтыратын оқиғаны. Бұл хаттасушы Алтынайдың жаңағы хаттасушы жүрекпенен Алтынайды оқуға жіберу еді. Олай болатын болса, біздер осы
бүгінгі тақырыпқа байланысты ары қарай тапсырма мындай. Бірінші тапсырмамыз Венерамыз. Алғашқы және қазіргі мектеп. Венерамыз бойынша қиса қойып, алғашқы және қазіргі мектеп. Екеуінің ұқсастығымен айырмашылығы жасалады. Ұқсастығымен айырмашылығы. Алғашқы мектепте ұқсастығымен айырмашылығы. Алғашқы мектеп пен қазіргі мектептің айырмашылығы. Танысайық олар. Алғашқы мектеп бұрынғы кезде барлық балалар білім ала алмады. Себебі тек байдың балалары ғана оқыды. Ал кейбір балалар мотаны дәріс алып оқырмандарға қашықтық пен сабақ оқытқан еді. Алғашқы мектептің негізін салушы Ыбырай Алтынсарин. Қазіргі мектеп қазіргі кезде барлық мектептерде кез келген оқушы өз қалауынша оқи алады. Қазір шыбық пен сабақ түрлі балалар қол ұшынан тигізете алмайды. Қазіргі мектептерде барлық техникалық құрал-жабдықтар жасақталған. Өте орынды. Рахмет. Айшагүл, алғашқы мектепте Алғашқы мектепте алғашқы оқушылар майдадан тәрбиеленді және де білім алды. Олар байдың балалары ғана білім алған, кедей балалары білім алған жоқ, малдың артынан жетіп алған. Қазіргі мектепте оқушылар бәрі қамтамасыз етілген. Çocuklar yedi tapsırmamız. İstemeyeceğiz. İstemeyeceğiz. Araya uçmak bunlar. Şimdi bir bilget. Yani bizge polisi Zümrüye'de bize soran kazarız. Şuna kazarız.
Андреевич Соловей бетіне қағазып шықтырды. Эпитет. және эпитет және теңеу. Оқушылар эпитет және теңеу. Мен оқушылар жаңағы бұл кішкенен жұмысты өте жақсы орындадыңыздар. Жарайсыздар, өте жақсы орындап тапсырманы теңеуді, эпитетті айырып білдіреді. Бұл өте шыққандар.